Сіздер компаниялар тобымен жобаны қараңыздар, бұл тағы да геосаясаттың салдарынан біз әлі шешім қабылдаған жоқпыз. Одан жаңағы бас тартамыз ба, басқа бір технологияға көшеміз ба деген, бірақ платформаға көшеміз. Бірақ олармен да әлде өзіміз жасап, өзіміз де жасау ықтимал, өйткені қазір біз бір жылдың ішінде сараптама жұмыстарын жүргіздік, өздеріміз де жасап шығуға ықтимал, бірақ оған бір уақыт керек болады және қаражат керек болады. Соны әрі талқылап жатырмыз. Талқылау біткеннен соң бір айдың ішінде сіздерге толық ақпарат беретін боламын. Сіз әу баста айттыңыз ғой, осы Сбер болмаса ешқандай біздің мүмкіндігіміз жоқ деп. Жоқ, қараңыздар, мүмкіндігіміз жоқ болғанда мен айттым, біз тез арада жасап тастауға ол тиімді, бірақ бізді итермелемесе бір жылдың ішінде, 2 жылдың ішінде көшіңдер деп платформалық модельге, біз 3-5 жылдың ішінде қазақстандық платформаны жасап шығуға қолымыздан келеді. Бірақ оған мынау open source технологиялар бар, дүние жүзіндегі. Өзіміз жасап шықпаймыз бастан бастап. Біз бір сияқты жаңағы open source'ты жинап, өзіміз ақындап дамытып, 3-5 жылдың ішінде дайындап шығуға мүмкіндігіміз бар. Бірақ қазір тағы да технологиялар, басқа технологиялар қарастыруда, ол 3-5 жылдың ішінде тиімділірек бір жағдай болатын болса, оны да жаңа талқылаймыз. Рахмет.